Құрметті YouTube көрермендер, менің арнама жазылыңыздар. Кино босс. Бүгін айттым ғой бір ретте подкаст жасаймыз деп, не туралы, в общем, сіздер жаздыңыздар. Өздерің жазғандай Құндыз ханым, Азамат аға 2012-де үйленген, онсыз 12 жыл болып отыр. 12 жыл болып отыр екен. Бұл кісі әке-шешесімен бірге тұрады. Дұрыс па? Мен әйелім бәріміз бірге тұрады. Ендігі бүгінгі қозғайтын темамыз ажырасу туралы болып тұр. Себебі біздің Қазақстан қазіргі уақытта 2024-тің өзінде екінші орында тұр екенбіз ажырасу бойынша. Әлем бойынша ма? Әлем бойынша. Біздің подкастты көріңіздер, талқылаңыздар. Бұнда мен ойымша әйел қауымдар көп көреді деп ойлаймын. Себебі екі еркек бір әйелге жабылайын деп отырып дегенсің. Өздеріңіз таныстырасыңыздар, Азамат аға. Мен Ерназаров Азамат боламын. Сақ киностудиясында жұмыс істеймін, режиссер, художник-постановщик болып жұмыс істеймін. Құндыз ханым. Мен Құндыз Тұрлан, актриса, сценаристпін. Таныстыруға қуаныштымын. Мен Ереуіш Серікбай Жарқынбекұлы. Осы видеоны жүргізу, подкаст жүргіземін. Мен негізі жүргізуші емес, бірақ үйреніп отырмын. Осылай бастаймыз, ары қарап құдай қаласа жақсы болады деп ойлаймын. Бүгінгі сұрақ бірінші. Құндыз ханым, сізге не себепті ажырастыңыз? Не себепті ажырастыңыз? Өте жеке мәселе бұл. Жеке мәселе бойынша сұрақ қойып тұрсыз. Маған қиын болады оны жауап беруге. Азамат аға, Құндыз ханым, не себепті қазіргі уақытта ажырасу көп болып жатыр? Себептері примерно. Құндыз ханым, сізден бастайық, не себепті деп ойлайсыз? Не себепті? Себеп өте көп. Мысалы, арада қазір сенімділік жоқ, біріншіден. Қазір еркектің де, әйелдің де бір-бірімен уақыт өткізудің орнына, отбасында нормально уақыт өткізудің орнында, еркектің қасында алып жүретін, әйелдің қасында алып жүретін күні түні ол телефон. Бірінші телефон себеп ажырасуларына. Өйткені қасыңдағы адамға мән бергеннен көрі телефонға көбірек біз мән береміз да. Ойымыз соған бөлініп кетеді. Телефонда әр нәрсені көріп, ақтарып отырғаннан кейін көз деген қызады, көрсе қызарлық істейміз. Көшедегі басқа біреудің бағына көз сүземіз деген сияқты. Сонда сіздің ойыңызша ортада отбасының арасында жылулық жоқтыққа телефон кінәлі деп ойлап отырсыз? Жоқ, телефон кінәлі деп жатқан жоқпын. Себептердің біреуі, ең көп себептердің біреуі деп жатырмын. Қазір қарап тұрсаңыз, жылулық жоқ қой шынымен де. Ол көп отбасыларда жылулық жоқ. Жоқ, мысалы қараңыз, сіз ойланыңыз, бұл бүкіл әлем бойынша сотка тек қана осы Қазақстанда ғана емес қой, мысалы телефон бүкіл әлемде бар. Бүкіл әлемнің адамдарының бәрі қолдарында ұстап отыр телефонды. Бірақ неге біздің Қазақстан екінші орында? Ол телефонның да кінәсі емес сияқты ғой? Иә, телефонның да кінәсі емес, тағы да бір себептер бар. Мысалы? Айта берейін бе? Айта беріңіз. Мейлі, телефоннан басталады, сосын күйеуінің де тұрақсыздығы бар, сатқындық, измена, ішіп кету, ұрып соғу деген сияқты. Үшіншіден, әйелден де көруге болады, тек қана еркекті айыптап емес, әйелдер де бар, дұрыс па? Әртүрлі жүрісті, әртүрлі мінезді әйелдер бар, ата-ене де бар, бес саусақ бірдей емес, тек қана бір жақта айыптай беруге де болмайды. Енді еркек кінәлі ажырасуға, немесе әйел кінәлі, немесе ата-ене кінәлі деп айта беруге болмайды. Жоқ, біз оны сұрап отқан жоқпыз, біз себепті сұрап отырмыз. Не себепті ажырасулар болып жатыр? Не себеп? Бәрі, ғаламның бәрі іздеп жатқан шығар ол себепті, нақты себепті. Получается, Азамат аға почти 70% сақтасы дұрыс па? Жұмыс бойынша, енді қараңыз. Мен де 70 емес, мен даже одан көп шығармын. Соңғы кезде ғана бағанағы
қайтып жүріп ертелі а так басқа уақытта бәрін осы не дейміз и өзіңіз білетіндей съемкіде азаннан кешке дейін только үйге қонуға барамыз иә енді қараңыз сондай жағдайлардың кесірінен құдайға шүкір мен 3 жыл болды нормально бақыттымыз әзірге енді может білмеймін болашақта қандай жағдайлар болады бірақ бағанағы айтылғандай себеп болатқан жағдай жоқ деп ойлаймын себебі баяғы уақытта баяғы заманда бір айлап екі айлап жоқ болып кеткен кездер болған охотаға шығып мысалға да или мал бағып кеткеннің өзінде бағанағындай 2 қыр 3 қыр алар сөзіңізді бөлейінші баяғы уақыт пен қазіргі уақыт салыстырып болмайды и баяғы уақытта әйелдерін 2-ақ кезде ғана жалғыз тастаған бірінші ұзақ жолға сапарға саудаға шыққан кезде ғана немесе соғысқа шыққанда ғана жалғыз тастаған и то ол кезде өздерімен алып кеткен әйелдерін еш уақытта мысалы шариғат бойынша да әйелді төсекте жалғыз қалдыруға болмайды дейді енді қара сол үшін соғысқа алып жүрген кезінде ал енді қара мына қара да получается Азамат аға уже 12 жыл болды 12 жылдың ішінде сіз есімде болса бағана бір Алматыға барып па бір жаққа барып жұмыс істеп келдіңіз иә сол кездерде қалды ма жеңше үйде қалды қанша ұзақ уақыт қалды ұзақ емес бір апта шығар бір апта қалды иә қалды. дұрыс па оған бола енді айқай шу ажырасу туралы әңгімелер болмаған шығар жоқ болмаған дұрыс па енді бір аптаға кетті ғой ол несі ол егер де бар ғой сен айтып отырсың ғой ана командировкамен жылға кететіндері бар ұзақ ғой уақыт үйінде болмаған себептерінен деп ше мысалға мен өйтіп айтқан жоқпын сонда бағана айттым қазір ғана ұзақ уақыт деген жоқпын мысалға көп әйелді ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды дедіңіз ғой сіз қашан айттым жаңа айттыңыз ғой алдында ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды деген жоқпын мен жылулық жоғарыда деп жатырмын сіздерге так енді қараңыз бүйтейік ата ана кінәлі дейді не себепті ата ана кінәлі ата ана ма или ана кінәлі деп айтқан жоқ әлі жаңа ұзақ қалдыруға болмайды дегенді жоқ айтылды бағана айтылды ма айтылды ата ананың себептері бар деп ше мысалға қара енді ата ананың себебі бар дейтіндей енді ата анамыз да біздің ата енесімен тұрғандар иә дұрыс па олар да жүрді ғой ешқандай несінде мысалы сол кезден ақ ажырасып кетпеді қазіргі уақытта менің ойымша ұят деген почти жоғалып бара жатқан сияқты может өйткені қараңызшы мен өзім примерно білемін 2000 жылдары ауылда бір адам ажырасса бізде айтады масқара ұятнай мына кімнің пәленшенің қызы ай құртты бәрін деп мысалға менің ойымша қазіргі ата ана болғанда основном қыздың шешесіне де байланысты сияқты қыздың шешесі басында тәрбиелеген кезде қызды көп еркелетіп қояды сөйтеді да ерке қыз кейін енді өзінің ол қыз ше өзінің әке шешесіне ғана еркелей алады ғой дұрыс па ал енді күйеуге шыққан кейін бөтен үйге барады совсем бөтен адамдар танымайды ол кісілерді сөйтеді да ол жақта жаңағы еркелеп үйреніп қалған қыз новый семьяға барған кезде еркелегісі келеді бірақ возможность жоқ ана жерде еркелеуге сондайлардың кесірінен де жаңағы ата енесі тұрғысы келеді сөйтіп бөлек шыққысы келеді сөйтіп бөлек шыққысы келгеннен кейін өзінің күйеуіне айтады да ол басқа айтады давай бөлек шайық ал күйеуі айтады жоқ мен әке шешемді тастап кете алмаймын дейді сөйтеді да олардың екеуінің арасында жанжал басталады сөйтіп енді еркекке байланысты болып тұр ғой бұл жерде әйелін көндіріп алдап болсын үйтіп болсын бүйтіп болсын әйелін көндіріп қалдыра алды қалдыра алмаса бөлек кетеді либо ажырасады ол сіздің пікіріңіз соның главный себеп деп ойлайсыз ба ең басты себеп емес себептердің біреуі да ал екінші себеп мен ойымша еркекке де байланысты сияқты көбінесе еркектер қазір анау құмар ойындар ойнайды көп ішеді ішкеннен кейін келеді болмайтын себептермен әйеліне ұрсады енді әйелі андай не ғой бізде Қазақстанда
еркекке қарағанда әйел бір саты төмен тұрады дегенді біздің Қазақстанның еркектері миларына қатты сіңдіріп алған да, соны ше. Әйел екінші орында тұру керек деген сияқты нәрсені миларына қатты сіңдіріп алған. Сөйтеді де келеді де жаңағы мен әйелдің үстінен қарауым керек, мен әйелімді бүйтіп ұстауым керек деген көп андай өзіне андай не еді? Көп алып қойған өздері. Иә, өздеріне көп алып қояды да, сөйтеді де жаңағы әйелінің короче, үйіне барған кезде әйелі тамақ дайындап қоймаса, неғып тамақ жоқ деп себептер көп қойын. Анау жоқ па, мынау жоқ па, неғып үй жиналмаған, неғып кір жуылмаған, анау мынау. Ал енді енемен тұратын келін, оның жұмысы өте көп қой. Анаған да үлгеру керек, мынаған да үлгеру керек, сөйтеді да күйеу керек, күйеуінің ойынан шығу керек. Сонымен енді ол сол әйелдің басында слишком жұмыс көбейіп кетеді да, сонымен уже бір күні андай нерв басына жиналып, бір күні жарылады да сөйтіп. Жарылғаннан кейін сонымен күйеуі оны ұрып тастауы мүмкін. Ол әйелі күнде енесімен тұрғаннан кейін екеуі де, ол да әйел, мынау да әйел ғой. Екеуі бір-бірінің нелері, мінездері бір-бірлеріне ұнамауы мүмкін. Сонымен жанжал басталады. Енді мен себептер көп қой, енді себептердің бір екеуін айтып отырмын, енді осындай шығар деп. Бақытты болуға дүние кедергі ма? Бақытты болуға мен ойымша кедергі емес. Сіз осыған қалай жауап бересіз? Дүние кедергі ма дейсіз ба? Иә, мысалға дүние жоқ. Көп жастарда мысалға бүйтеді, үйленген кезде басталады бәрі идеальный там. И бағанағындай мысалға да элементарный бөлек шығып кетеді. И сонымен не істейді, бағана сіз айтқандай қаржы жағынан қиналады. Дұрыс па? И содан ажырасу да көп болуы мүмкін ба? Иә. Иә. Негізі әйел адамы мысалға өзінің күйеуінен көп нәрсе сұрайды ғой. Мысалға маған мынандай алып бер, мына үйіміз жоқ, неге машинамыз жоқ, мен подружкаларым қазір машина айдап жүр, неге сен маған машина алып бермейсің, андай алып бермейсің, олардың үйлері бар, бізде үй жоқ, неге сен дұрыс жұмыс істесей, андай жұмыс істесей, бүйт жұмыс істесей деп көп андай условия қояды да, мысалы әйелі күйеуіне. Одан кейін күйеуі енді нормальный адам болса жақсы жұмыс істеуге тырысады ғой. Ол да мысалға жақсы жұмыстар болып тұрып, оны істемеймін, мен мынандай жұмыс қалаймын деп көбінесе таңдай бермейді ғой еркектер, дұрыс па? Қолынан келгенше асырап көргісі келеді, егер әйелі оған қанағаттанбаса, ажырасу басталады. Деп ойлаймын енді өзім. Ой, құдайым. Сіз қалай ойлайсыз? Мен ба? Егер де отбасында, айтады онда қазақтан мына сөз бар. Еркек дейді 30-ында орда бұзбаса, 40-ында қамал ала алмайды дейді. Егер 30-ға дейінгі еркектерді түсінуге болады, егер 30-ға дейінгі бір 25-24 жасар жігітпен отбасын құрасың да, сондай жаста, өзіңді сондай жаста болсаң. Енді бірге өсіп келе жатсын, өніп келе жатсын, дәл сондай кезде жас жолда тастап кетсең дүние үшін, оны айыптауға болады да. Ал уже мысалы мен қазір 30-ға толам биыл, Құдай қаласа. Менде ақыл ес бар, уже былай рухани жағынан дамып келе жатырмын. Мен қазір барып көшеде қаңып қатайтпай қойын енді, жұмыссыз, үйінде жатқан ер адамға мен тие алмаймын ғой, дұрыс па? Мен онымен отбасы бола алмаймын. Өйткені осы уақытқа дейін бір істің басын ұстап, өзін дамытып, білім алып, жағдайын жасап дамымаған еркекпен ертең болашақ көре алмайсың, одан нормально ұрпақты дүниеге алып келе алмайсың. Енді осы мәселеге байланысты әйелдер тек қана да байлық үшін деп айыптайды. Тоқтай тұрыңыз, мен сөзімді не қалайын, как раз міне керек нәрсе. Әйелдер тек қана байлық үшін қызғады, байлық үшін ондайды дейді ғой, оның бәрі өтірік.
әйелдер на самом деле болашақта ойлайды, алдын ала ертеңгі күн ойлайды. Ал еркектер бір күнмен жасайды, бір күнді өткізіп алайын, ертең бір мәнісі болар деген принциппен жасайды, дұрыс па? Күлдіңіз, дұрыс қой. Әйелдер көбінесе болашағын ойлайды, бала-шағасын ойлайды. Мысалы, мен бала-шағамды ойлаймын. Әкелер, болашақ әкелер кім болады олардың деген сияқты. Қазір балаларым жоқ қой, менде болашақта Құдай қаласа нормальный адамнан балалы болғым келеді. Нормальный ұрпақ тәрбиелегім келеді, жақсы ұрпақ тәрбие бергім келеді. Олардың да ертең жағдайың жоқ, квартира тұрасың, ай сайын төлейсің, бірде ақша жоқ, бірде не жоқ, кредит бар да, балалы болдым, балаларым. Мама, мынандай алып берші, мынандай жегім келіп жатыр, не қылып жатырмын деген кезде күйеуіңнен ақша сұрайсың, айлық түскен жоқ қой дейді, мысалы да. Қалай алып не қылып бересің ана жерде, ішің ашып кетеді ғой, өзің не қылмасаң да балама алып берейінші дейсің ғой, ойлайсың ғой, балаңды ойлайсың ғой. Балалы ана болмасам да әлде, мен әлден соны сезінем, сол жауапкершілікті сезінем да. И оны еркектер түсінбейді. Негізі айып етпеңіз, еркектер эгоист болады ғой. На самом деле эгоист болады. Енді менде сөзін бітірмедім әлі. Әйелдердің бәрі байлық құмар деп айыптаудың қажет жоқ. Ондай сөзді тоқтататын уақыт келді. Әйелдер болашағын ойлайды. Егер де еркек оны бере алмайды ма, қазір еркектен де асып, бизнеспен айналысып, бір жұмыстың басын ұстап кетіп бара жатқан әйелдер де бар, дұрыс па? Тұрмыс құрмай, карьера қуалап, өз өмірін таңдап кеткендер де енді олар. Бір жағынан сондай да, ол еркектерден сондай бір махаббат көре алмағаннан кейін де кетуге сондай жолды таңдауға тура келді. Оларды түсінуге болады, айыптай бермейші. Солай, егер де еркектің жағдайы жақсы болатын болса, әйелдер оған тәуелді болады. Ол всегда өзінің сатысын біледі, әйелдер. Енді менде бір сұрақ пайда болып тұрды осы неге сіздің айтқаныңыз бойынша. Мысалға 30-да орда бұзылмаған жігіт 40-та қамап алмайды деп отырсыз ғой. 30-да орда бұзу деп сіз нені айтасыз сонда? 30-да орда бұзып деп, мысалы, ер адам оқыды, білім алды, жұмыс істеді, көру керек та ер адам. Айтады ғой, ер адам көшенің адамы дейді. Көру керек, әр істің басын ұстап көру керек, бір жетістікке жету керек, бір 30-да мақтан алатындай ше. Мысалы, мен мынандай жұмыста істеп жатырмын, мынандай жұмыста не қылдым, осындай жетістікке жеттім деген сияқты. Хоть бір кішкентай бір арзан бір машина алса да, ол да бір жетістік қой еркек үшін, дұрыс па? Мысалы қарашы, енді сіздің ойыңызша, мысалға еркектердің бәрі сондай 30-да шие орда бұзу керек деп ойлап отырсыз сіз. 30-да шие орда бұзу деп, енді бір жетістікке жету керек қой. Мысалға сол еркектердің бәрі сол жетістіктерге жететін болса, бәрі бастық болатын болса, бәрі бизнесмен болып кететін болса, әшейін күнделікті жұмыстарды кім істейді сонда? Электрик, сантехник, оның бәрін кім істейді? Ал электрик, сантехник қандай жетістікке жетеді деп ойлайсыз өзіңіз? Көріңізші. Мен сізге бәрі простой жұмыстарды кім істейді? Егер бәрі сондай ше орда бұзғыш болып кетсе. Мен сізге орда бұзған. Кетінші деп болса. Орда бұзған ол не емес, сізге айтып отырмын ғой. Мен сізге бизнесмен болсын, не болып кетсін деп жатқан жоқпын. Бір жұмыстың тиянақты нәрсенің басын ұстап, соны өндіре алған адам ғой. Басын ұстап жүрген адамдар да көп қой, бірақ соның басын ұстап ақша тауып жүрген еркектер бар да, соның ақшасына қанағаттанбай жүрген әйелдер бар ғой, солардың әйелдері мысалға. Мысалға сенің досың бар, анау, бастық болып кетті, сен электрик болып, бекер саған тиіппін деп шығады мысалға. Бар шығар мысалы. Арасында бар шығар бір электриктер. Ол әйелге көбірек керек болғанда енді. Енді соны айтып отырық қой. Көп дегенде ол электрик, IQ электрик болған үшін ол не қып тұр да енді. Не дейді ондайда? Менсінбей тұр да? Менсінбей тұр, иә. Иә, менсінбей тұр. Ол типа бизнесмен сондайға неғыз тигісі келді. Бірақ мынандай мәселе де бар. Простой электрик болып, строитель болып та ақшаны жақсы тауып, үйін берекелді қылып отырған еркектер де бар. Оның өзі бір жетістік. Мен соны айтқым келіп жатыр сізге. Мен сізге не обязательно бір президент, бизнесмен болсын деп жатқан жоқпын. Себеп іздеп жатырық қой қазір. Бұл жерде тоқтай тұрайық қазір, камераға түспей қаласың. Жаңағы айтайын сізге, 30-да орда бұзған деген ол бір бизнесмен, президент емес ол. Мысалы, простой электрик немесе строительдің өзі
жақсы ақша тауып үйіне береке әкеліп үй жайын жағдайын жасап отырған еркектер де бар да. Соның өзі де бір жетістік. Ал мынандай еркектер бар, тапқан көшеге шашатын, ішімдікке, құмар ойынға, қыздарға шашатын еркектер де бар, дұрыс па? Ондайлар да бар, Ал сіз айтып жатсыз, ақша қанағаттанбайтын әйелдер бар деп жатсыз. Дұрыс, оныңызбен келісемін. Электр күйеуінен масаттанатын шығар, менсінбейтін шығар, бір бизнесменнің әйелі болғысы келген шығар. Енді бес саусақ бірдей емес, әртүрлі адам бар, әркімнің өз таңдауы бар. Оның таңдауы сол болғанда, бірақ электрикті қаламаған, ол бизнесменнің әйелі болғысы келген енді, дұрыс па? Сондай мәселе болып тұр да. Еркектерде бар ғой, сен андай әйел қаламадым мен, сен сияқты, мен андай әйел қалаған едім дейтін еркектерде бар ғой. Мұндайлар да бар, Иә, әртүрлі адамдар, әртүрлі деген келіп жатыр да. Енді адамдар әртүрлі, сіздің айтып жатқан адамдарыңыз ол соңғы жылдарға әртүрлі болып кеткен жоқ қой? Ол баяғы заманнан әртүрлі болған адамдар. Неге бұрынғы заманда ажырасу аз болған, қазір неге көп деп жатыр ғой? Осы сұраққа жауап бере алмай отырмыз қой біз. Бұрынғы заман мен қазіргі заманды салыстыруды қою керек. Салыстырмаймыз ғой, енді сол салыстырмай ақ қояйық. Неге бұрынғы заман адамдарында ажырасу аз болған, қазір неге көп? Осыған просто жауап берсеңізші. Мен жауап берейін. Бұрынғы уақытта қарапайым халықтың сауаты өте төмен болған. Өйткені жоғарыдағылар дінмен болсын, салт дәстүрмен болсын, мысалы біздің қазақтың халықта жеті жарғы бар, сондай заңдармен ұстап отырған қарапайым халықты. Қарапайым халық білім ала алмаған ол кезде, дұрыс па? Қарапайым шаруамен айналысты, егістікпен, мал шаруашылығымен айналысты деген сияқты. Сауат болмаған, ал қазір бізде барлығы ақылды. Қазір көшеде кетіп бара жатыңыз, сізге ақыл үйретеді ол бәрі. Көзі ашық бәрінің. Сіздің ойыңызша, сонда Қазақстанда ажырасу азаю үшін адамдар ақымақ болу керек пе сонда? Ақымақ болу керек деп жатқан жоқпын. Білімдер аз болу керек қой. Білімдер таяз болу керек пе сонда? Білім аз емес, қазір сауаттылық мен причина деп жатырмын. Мен аз болу керек деп айтқан жоқпын. Бірақ причинаның біреуін айтып жатырмын. Қазір бәрінің өзінің таңдауы бар, өзіне не керектігін біледі адамдар. Өзіне не керектігін нақты біледі, мақсатын біледі, жүріп тұруын біледі. Әйел болсын, еркек болсын, кішкентай балаға дейін біледі. Сіздің балаларыңыз да біледі өзіне не керектігін, дұрыс па? Өйткені сауаты бар, көзі ашылған адамдар. Телефон деген нәрсені, көп нәрсені үйретеді мысалы. Сауаттылық деп тұрсыз ғой, сонда ажырасуға себептердің біреуі. Иә. Үлкен сауат. Тым не да енді қазір? Ақылды дейсіз ғой. Тым ақылды. Онысыне қазір... Бұрынғы заманда сонда бұрынғы заманда әйелдердің бәрі ақымақ болған, сол үшін ажырасулар аз болған, Вот именно, неге бұрынғы заманда мысалы әйелдерді оқытайық десе, оқытуға рұқсат бермеген ғой, мектептерге баруға рұқсат бермеген. Неге берген? Жоқ, болмаған, әйелдер мектебі болмаған бұрында. Қай заманда айтып жатсыз? Бұрынғы уақыттарды. Сіз қай заманда айтасыз? Мысалы, СССР-дың кезін алайықшы. СССР-дың бөлек арғы уақытта. СССР-дың кезінде ажырасу аз болды. СССР-дың кезі басқа уақыт еді, одан алдын. Жоқ, СССР-дың кезі мен қазіргі кезді СССР-дың кезінде көптеген қиыншылықтар болды. Біздің елді басып алдық, ашаршылықтар болды, қуғын сүргін болды. Жоқ, ол мақұл ашаршылықтың кезі. Білім, қандай ажырасу. Жоқ, мақұл ашаршылық соғыстың кезін алмай ақ қояйық. Одан кейін 60-70 жылдар. Одан кейін де қиындықтар болды ғой. Онда қиындықтар болды. Ол кезде енді жай-жай қиындықтар болғанда неге ол кездерде ажырасу аз болды? Сіз не деп ойлайсыз? Сіз айтыңызшы мейлі. Ол кездерде ше, менің ойымша ажырасқандардың өзі налог төлейтін бе? Бір білесің, сондай сияқты бар еді. Жоқ, білмеймін ондайын. Білмедім ондайын. Штрафын білмедім. Қандай штраф? Онысыне қазір итіңді, битіңді коуч, психолог, телефонда отырып алып бірдеңені үйретеді, дұрыс па? Соған әйелдер де, еркектер де былай бастарына құйып алады да. Сол бойынша мен өзім самооценкамды қорғаймын деп шығады. Ол да бір себеп. Мынау соңғы кезде болып жатқан ажырасудың себептерінің көбісі менің ойымша не только әйелдерге байланысты менің ойымша, еркектерде бар ғой, еркектерде бар, иә. Жоқ, мысалға еркектер негізі табиғаты бойынша негізі не ғой енді? Бір әйелді қаламайды ғой. Өмір сүре бергісі келмейді, бір әйелмен, дұрыс па? Олар жаңағы еркектер енді бұрыннан біледі ғой, адамдар көзбен жақсы көреді дейді, еркектер, дұрыс па?
мысалға бір әйелді алды, бір жыл оны жақсы көріп жүрді, 2 жыл жақсы көріп жүрді. Ары қарай жоқ, жақсы көреді. Бірақ енді ол әйеліне, енді ол әйелі әлемдегі ең сұлу қыз емес қой. Мысалға, дұрыс па? Әйел емес қой, дұрыс па? Көшеде жас қыздар пайда болады. Солар көзі түсіп кетеді. Сөйтіп енді солар көзі түсіп кетіп, может, сол кездерде әйелі сол көзі түсіп кеткен күйеуін байқап қояды да, одан кейін әйелінде қызғаныш пайда болады. Сөйтеді да, айтады, неменеге қарайсың сен ол қызға, не ол қызбен сөйлесесің деген әңгімелер басталады. Сонымен еркек айтады, ей, көзім бар ғой, қарасам қараймын, не болды? Сонымен екеуінде ұрыс басталады. Осында кесірінен ажырасып кетулер көп болуы мүмкін. Бірақ негізі основном ажырасулар негізі үйдің жағдайына байланысты көбінесе. Мысалға, бай адамдардың арасында ажырасу өте аз. Основном ажырасу кедейлердің арасында ғой. Өйткені жаңағы әйелі жаңа айтады, ақша көбірек тап, үйт, ал күйеу айтады, енді қайтем қолынан келген осы ғой дейді. Сонымен басталады. Мысалға мен ағам бар да, 2009 жылы қалаға келген кезімізде Қуаныш деген ағам үйінде тұрдық. Сенбейсіз, мына бөлмеден де кішкентай тұғын ол жерше. Атау тар бөлме, бірақтан Қуаныш ағадан бөлек бала шағасы бар, 2 бала шағасы бар, 3-ші уже екіқабат жиншек. Үй сойды біз тағы алды бір айтышқасы келіп тұрғанбыз ше. Ұзынан былай жататын қысылып, қазіргі уақытта осы соңғы бір 5-6 жыл болды, мұндай нәрсені вообще көрген жоқпын ше. Бір үйде манағындай қысылып кетсе, басқа жаққа квартира ашады деген сияқты әңгімелер басталып кетеді. Мысалға бүйтіп ойланып тұрамын да, адамдардың да пейілі тарылып бара жатқан сияқты ше, баяғыдай емес. Адамдардың пейілі тарылып бара жатқанда емес бұл жерде. Бұл жерде жаңа Құндыз айтқандай не ғой? Адамдардың ой өрісі өсіп бара жатыр ғой. Мысалға, комфорт дегенге андай көздері ашылып жатыр да, көріп жатыр. Жақсы өмір сүруге деген көздері ашылып жатыр да. Қалай, мысалға, енді адам негізі постоянно салыстырып жүреді ғой, мысалға, фильмдер көреді, шетелдің фильмдерінің, солардың өмірлерін көреді, олар қалай өмір сүріп жатыр, біз қалай өмір сүріп жатыр, неге біз солар сияқты өмір сүрмеске, неге сондай жағдай жасамасқа деп өздеріне андай не қояды, цель қояды да, сол цельге жеткісі келеді. Сөйтіп, енді соның кесірінен жаңағы күйеуін миын жей береді да жаңағы. Ақша көп тапса, сондай условияда өмір сүрейік та дейді мысалға. Әртүрлі причина болуы мүмкін, әртүрлі себеп. Енді әртүрлі причиналар көп қой, бірақ біз андай себептердің өзі неге процентке бөлінеді, мысалы основном процент, где-то бір 50% бір себептерден болады, қалғандары әртүрлі себептерден болады дейік. Сол ше 50% себеп көбінесе ақшаның жоқтығынан ау, менің ойымша. Ал енді ношы мәселе. Абьюзер күйеу, ұрады, соғады, сол не қорқытады деген сияқты. Ондай жоқ, еркектер. ондайлар да бар ғой, бірақ ондай мысалға еркек. Тіпті қазір жаңалықтарда көріп жүрміз ғой өзіміз. Вот именно байларың деп жатсыз ғой, байларыңнан шығып жатыр ғой, әйелдерін тіпті өлтіріп. Жоқ, қарасаңшы енді қараңыз. Мысалға еркек ішіп алса да, қанша мас болса да, үйіне барып, просто так әйелді ұра бермейді ғой. Просто так ұра ма? Барады, әйелі үндемей отыр, тамағын бәрін дайындап қойған. Тамақ неғып дұрыс таңдамадың, тамақты сонда дұрыстап әйел неғып кінәлі істеп деңіз кеп тұр ғой. Жоқ, себеп екеуінде де бар ғой. Негізі әйелді бір нәрсе, жоқ, ол еркекше мас кезінде алдында болған оқиғалар есіне түседі, сол үшін барып ұруы мүмкін. Алдында мысалға жаңағы әйелі сен неғып үйтпедің, неғып бүйтпедің деп мысалға біраз миын жеген болуы мүмкін. Сізде сондай болды ма? Жоқ, мысалы деп жатырмын мен. Мысалы да. Қайдан білесіз ондайды онда? Менде жоқ, менде әйелім тұрмаған. Енді менің ойымша деп жатырмын да. Менің ойымша мысалға сау кезінде жаңа
еркек көбінесе мінезін аша бермейді ғой. Сол кезінде жаңағы әйелі сол мінезі ашылмайтынын біледі де күйеуінің, сөйтеді де біраз нәрселерді айтып алады. Сөйтеді де еркек барады да, мысалы сен неғып көп ақша таппайсың, анау жұрттың еркектері үйтіп жүр ғой, бүйтіп жүр ғой, сен досыңды қараса, сен досың андай машина мініп алған, мынандай үйлері бар, жағдайлары мықты, сен неге сол сияқты боламайсың деген сөзді күйеуіне сол кезінде айтады. Сөйтеді де күйеуі барады да, сол жолдас балдарымен ішеді, сөйтеді де мас болып келген кезінде жаңағы дух оянып кетеді ғой, жаңағы еркек жаңағы батыр болып кетеді ғой. Сол кезде сондай сөздер есіне түседі де, сен неғып бүйтіп айтасың маған, үйттің деген осындайлардан шығатын шығар деп отырмын мен. Жағдайы барларша. Жағдайы барлар мен айтып отырмын, жағдайы барлардың көбісі ажыраспайды. Жағдайы барларын вот именно жаңалықта көріп жатсыздар. Қазір мен атын атамай ақ қояйын, кеше ғана. Жоқ, ол енді әйелін өлтіріп қойды деген сияқты. Ондайлар болады ғой, жоқ, ондайлардың проценттері аз ғой. Жоқ, мысалға сіз қараңызшы өзіңіз. Ұрып соғу деген вот именно сондай өзімізге елге белгілі адамдардың несінен шығып жатыр. Жоқ, арасында болады ғой енді. Ал қарапайым адамдардың ақша жоқтықтан ажырасып жатыр дейді негізі көбінесе. Жоқ, ондайлар жаңағы байлардың арасында әйелдерін ұратындардың проценттері өте аз болады. Бірақ жаңалықта жиі шығады ғой. Ол жаңалықтарда ол шум болады, шум болу үшін сол кішкентай нәрсені алады да, былай көрсетеді. Жоқ, кішкентай нәрсені алады да, былай көрсетеді олар, типа бүкіл Қазақстанда байлардың бәрі әйелдерін ұратын сияқты көрсетеді да олар. Ондай емес қой негізінде. Негізі байлардың мысалға көп байлар айналып кеп әйелді айыптап жатсыз ғой да, ажырасуға. Жоқ, әйелді жоқ. Причина қылып жатсыз сіз енді айналдырып кеп соған. Себеп әйелінде де болады, күйеуінде де болады, ажырасудың себебі. Мысалға жаңағы әйелі бір нәрсе айтуы мүмкін күйеуіне, күйеуі ішіп алып келеді де, соны сен не маған соны айттың деп күйеуі ұрады. Күйеуі ішіп алып әйелін ұрғанына кінәлі, ал әйел сол бір-екі сөздерді айтып қойғанына кінәлі. Екеуінде де кінә бар ғой. Бұл жерде мен тек қана әйелдер кінәлі деп жатқан жоқпын, тек қана еркек кінәлі деп жатқан жоқпын. Екі жақтан да шығады да. Жақтап жатсыз ғой. Енді мен еркекпін ғой өйткені. Тек қана еркектер жақтап, бәрібір әйелдерді айыптап жоқ, олай өйтіп жатқан жоқпын. Енді осы соңғы нелерде не только бана байлар ұрады екен, кедейлер де ұрады екен. Ой, кедейлер жоқ. Көбінесе сол қарапайым халық ұрады ғой. Сол қарапайым халық. Көбінесе қарапайым халық ұрады. Ата-аналары, солардың ата-аналары қайып татуластыруға тырысады екен. Соған қалай қарайсыз? Жоқ, мысалға әртүрлі себептер болады. Мысалға бір әйелдердің бір мінезі жаман бір әйелдер болады ғой өзі. Сондай әйелдерді мен енді даже бір ютубта, инстаграмда бір нелер көріп отырсың, видеолар көріп отырсың, бір стерва әйелдер болады енді. Олар енді ұрмауға болмайтын сияқты ғой ше. Болмайтын сияқты бір әйелдер болады, өзің ойланып қарашы. Қалай ұрмайсың сен әйелді? Ондай әйелдер болады енді. Бірақ негізі енді еркек всегда енді әйелге қарағанда физически мықты ғой енді. Физически мықты адам, физически слабый адамды ұрған, ол негізі дұрыс емес. Ол вообще дұрыс емес нәрсе. Бірақ менің мынандай кейбір кезде мынандай ой келеді да. Мысалға, физически слабый адам, физически мықты адамға ше ұрсады, айқайлайды, бетінен ұрады. Мысалға, әйелдер бар ғой, мысалы, күйеулерін бетінен ұрады, шапалақтайды, ұрсып, шашын жұлады, үйтеді, бүйтеді. Ана еркек ұрмайды, не қарап тұра береді. Мен мысалға қараңыз. Физически слабый адам, физически мықты адамды ұрған деген сөз, ана физически слабый адамның ақымақтығы ғой, дұрыс па? Ана физически мықты адам бір ұратты, ана ұйықтап тастайды ғой. Бірақ соны біледі да, сонда да ұрып атады ғой, әйелдер шын, нелерді көріп атамыз ғой видеоларда. Мысалға, барады, ұрып атады, бір видеолар көрдім да мен. Мысалға, ана әйел келеді, ана еркектің бетіне шапалақпен ұрып атыр, жұлқылап атыр. Бір кезде ана еркек тұрды біраз, шыдап тұрды. Бір кезде жұдырықпен ұрды, болды, жұқтап қолдан қыз. Сол бір ударға шыдаймайтын ана әйел біледі да, бірақ сонда да барады да ұра береді ғой. Сонда әйелдердің ойынша, қараңыз, әйелдердің ойынша еркекті барып ұра берсем, ол маған еш нәрсе істемейді деген бір ой қалыптасып кеткен да әйелдерде ше. Ол негізі дұрыс емес. Мысалы қараңыз, бір әйелі барды да еркекті ұрып атыр да, ал еркек барды да сол әйелге заявление жасаса, ана еркектің абыройы түсіп кетеді.
неғып ол заявление жасады, ол таза ақымақ. Әйелге, қызға не жаздың ба, заявление жаздың ба, сен до того, сен в общем еркек емес екенсің ғой дейді да. Мысалға осындай нәрсе бар да. Сөйтеді да ана абырой түсіп кетеді, өз-өзінше бір түрлі сезініп қалады еркек. Ал әйел мысалға бір еркек әйелді әшейін бір ұрса шапалақпен, ана әйел ше заявление жазып жіберетін болса, ана еркек кетеді сотталып. Енді өзіңіз қарасаңыз, осы жерде справедливость бар ма? Жоқ қой справедливость. Ешқандай справедливость жоқ. И осындай жерлерде де осындай нәрселер болуы мүмкін да, жаңағы семейный араларда, мысалға әйел барады да, ана менің күйеуім мені ұрмайды ғой дейді да, барады да өзі ұра береді. Сөйтеді да ана еркекше бір ұрады, сөйтеді да мені ұрды деп жария салады ана әйел, менің күйеуім мені ұрды деп. Сөйтіп ол өзінің ұрғанын айтпайды ғой ешкімге. Ал еркек айтса, ол мені бірінші ұрды ғой десе, не болды, әйелдің ударына шыдай алмадың ба дейді мысалға. Осындай нәрселерде болуы мүмкін да, семейный араларда, мысалға. Менің ойымша еркектердің бәрі әйелдерін себепсіз меніңше ұра бермейді. Ол себебі бар ғой, бекерден бекер ешкім ұрмайды ғой. Ондай да бар. Ал сіз не дейсіз оған? Қайсыған? Бағана ұратын еркектерге. Олар слабый ма или? Енді білмеймін. Тек себеп бар деп жатыр, себеппен ғана ұрас деп жатсыз ғой. Бір еркектері бар да того. Ауру еркектер де бар. Енді ондайлар бар, ондайлар бірақ аздау шығар. Психически. Оларда абьюзер дейді көбінесе. Немесе ана құс ұясында көрген істейді. Кезінде әкесі шешесінің ұрғанын көрсе, неге мен де соны істемеске деп әйеліне қайталайтын еркектер де бар ондай. Причина біреу ғана емес деп жатырмын да, сіз ана әйел сөйлейді, еркекке ұрады деген нәрсе емес та, әртүрлі себептер бар. Мынандай болды. Сіздердің пікірлеріңіз қандай деп жатырмын да, ұратын еркекке байланысты. Мысалға, менің ойымша ондайларға заң шығару керек сияқты да, еркек адам, бағанағындай әйел адамды ұрады болса ше. Ондай заң шықпайды ғой. Шықпайды ма? Сондай заңды қолдау керек, потому что енді, конечно, бағанағы сіз айтқандай ғой, арасында бар, бірақтан ақымақтар да бар. Мен еркекпін, ұра салатын, не салатын да. Соларды сұрап отқан бұл, соны қандай пікір? Негізі қазір енді ажырасулардың көбісі жаңағыдай еркектерге де байланысты сияқты көбінесе. Өйткені жаңағыдай мысалы мынандай болады ғой. Мысалға еркек жұмыс істейді, сөйтеді ақшасын табады, ақшасын алады да барады, көп нәрсе құртып қояды. Мысалы құмар ойындарға құртып қояды, ішімдікке құртып қояды мысалға. Менде біраз жолдас балдарым бар, мысалы ақшаларын табады, жақсы ақша табады, бірақ барады карт ойнайды, барады жаңағыдай олимпет, малимпет дегенде көбейіп кетті ғой. Сондайларға тыйып жібере салады, сөйтеді ақшасыз келеді, одан кейін әйелі, конечно, айтады оған. Сен қуасың ба дейді, содан кейін басталады, ұрыс басталады, сонымен мен еркекпін ғой дейді да, әйелін бір ұрады, сонымен басталады осындайдың кесірінен. Келісесіз ғой, Құндыз ханым? Иә, келісемін. Осындайдан основном осы ғой. Ұрыстың бәрі осыдан басталады ғой. Жоқ, негізі көбінесе ажырасулардың біраз себептері осы жаңа олимпиадтердің кесірінен сияқты. Құмар ойындар бар ғой. Сол құмар ойындарды бізде қазір қараңыздар, өздеріңіз қараңыздар. Мысалға футболды олимпиадпен атайды. Футболдың жарыс, Қазақстанның футболының басты чемпионаты ма бір нәрселер бар екен ғой, жаңағыдай клубтар ойнаған кезде чемпионаты олимпиадпен аталады. Жоқ, спонсировать етіп қолдаудың несі ғой. Олимпиад соның полный спонсировать. Жоқ, дұрыс қой, спонсировать еткеннің арқасында ғой жаңа аты сөйтіп аталып тұрғаны. Қазір оларға да заң шығып жатыр ғой. Жоқ, әлі шыққан жоқ қой, сол осы құмар ойын дегендердің бәрін құрту керек қой. Құмар ойындар құртылатын болса көп. Уже ажырасу біз где-то бір 20-30 орынға бірақ түсеміз. Егер олимпиад құрылса, осы құрайтын болса осы құмар ойындар. Құмар ойындардың бәрі құрса, оған, значит, бізде государство әрекет жасау керек, иә. Жасап жатыр ғой қазір. Ой, енді жоқ, оны депутаттар оны қозғады шын болды. Ол
күшіне енген жоқ ол қозғайды, одан кейін қозғалған екен ол үкімет оны сол қозғалған нені жаңа қолдау керек, сөйтіп барып жаңағы заңға енгізу керек оны, ол заңға енгеннен кейін барып оның бәрін азайту мүмкін, құрту мүмкін. Бірақ мысалы қараңыздар, Олимп бет, бірдеңе бет дегендер көбейіп кетті, қазір қаланың әр жерінде рекламалар толып жатыр. Мысалға бір ютубқа кірсең, мысалға инстаграмға кірсең, Олимп беттің рекламалары сұмдық шығады. Соның бәріне адамдар негізі еркек кінәлі, әйел кінәлі дейміз ғой. Кінәлі осылар негізі. Осыларды құртса, мысалға ше... Таптық, кінәлін таптық. Менің ойымша осы жаңа олимпиадтарды құртса, енді ішімдікті енді меніңше құртамайды оны. Ішімдік дегенше ол құртқан емес, mesela ішімдік деген менің ойымша қазіргі уақытта баяғыдай емес өздеріңіз. Қазір ішетін жігіттер өте аз, ішетін адамдар азайып кетті. Келсем. Көйіп кетті. Бірақ мынау айтқандарының мысалға сіз айтасыз ғой, байлардың арасында бар. Байлардың арасында почти жоқ. Не үшін айтайын ба? Байлар қазірше екінші, үшінші әйелден алып отыр ғой. Екінші, үшінші әйелге көнген әйел бар ғой, өмірі ажыраспайды ғой. Ажыраспайтын әйелдер. Негізі байлардың арасында ажырасу өте аз. Основном сол жаңағы нелердің арасында ғой болатын. Жаңағы өзі бір ай бойы жұмыс істейді, ақшаны зорға табады, сөйтеді барады олимпиадке, жаңағы ойындарға, бірнәрселерге құртып қояды. Сөйтеді сол құртып қойып, ұтылып қалған кесірінен барады, ішеді ол. Ішеді барады, үйіне барған кезде әйелі миын жейді, ол өзі и так күйіп отыр ішінен, жаңағы ұтылып қалғанынан. Сөйтеді әйел айтады, сен қуасың ба, бала-шаға тамақ қайдан аламыз енді дейді. Сонымен өзінің ішінде кінәлі болып тұрады ғой еркек. Кінәлі болып тұрған кезде әйелі бірдеңе деген екен, жаңағы ашуын біреуден алу керек қой. Әйелінен алады, ұрады сөйтіп әйелін. Енді бүйтіп сөйлеме маған, мен өзім білемін, менің ақшам қай жаққа жұмсасам ол жаққа жұмсаймын дейді. Менің ойымша осы сияқты. Құмар ойындар. Жоқ, бізден жоқ, ажырасу, негізі ажырасу деген бұрында аз еді бізде Қазақстанда. Қазір көбейіп кетудің себебі осыда деп ойлаймын. Мысалы, әлем бойынша екінші орында тұрмыз ғой. Осы құмар ойындардың кесірінен менің ойымша. Мысалға кеше үйде отырып ана нені көріп отырып, ойын Европа лига ма, соларды көрдік та, сөйтіп сорада элементарный там нелерге реклама жасап жатыр, Кока-колаға мысалға ше, одан кейін нелерге жасап жатыр, жейтін дейді, бургер бар ғой, гамбургердің несі, Макдональдс. соларға ше, біздің көрсең Олимпиад қой бізде. Ой, бізде олимпиадтар сұмдық. Мысалға олимпиадта ана кезде бір видеодан көрдім, олимпиадтың жылдық табысы деді $1 миллиард деді ғой. Ол $1 миллиард деген Қазақстанда әжептәуір обеспечить ететін ақша екен. Соны халық беріп жатыр ғой сол ақшаның бәрін. Қалтасынан шығып жатыр ғой соның бәрі. Бірақ мемлекеттен сол көп мемлекет дегенде бар именно ше, олардың. Жоқ, бүкіл әлем бойынша жаңағыда футболдың жарысының атымен атау, олимпиадпен атау деген ол Қазақстанда екен ондай. Ол басқа әлемде жоқ ондай нәрсе. И әлемнің көп спорт нелерінде жаңағы рекламировать етпейді екен онда көбісінде, көп елдерде. Даже біздің Қазақстанда ұлттық арналары элементарный біретте доп көріп отырмыз, ойын сөйтсек чемпионат мира не туралы осы 2022 жыл болған көріп отырсақ үйде бас инвестор или бас қолдаушымыз олимпиад деп шығып уже ол негізі біздің государствоның өзі әрекет жасап отыр. Біздің государство неғып үндемей отыр, олар не білмейді деп ойлайсың ба? Бәрін біліп отыр олар. Просто олар жаңа бірдеңе дейін десе, олимпиадтың ақшасы көп қой. Келеді ауыздарын жауып тастайды, аузына ақша тығады да бүйтіп, ауызын ашқан кезде. Мә дейді, үндемей отыра берші дейді, болды. Біздің министрлер, нелер бәрі сол енді сол. Мысалға ше біздің министрлердің бәрі не үшін бай? Қаяқтан байып отыр олар өзі? Осындайлардың өзінің арқасында байып отыр. Мысалға бір министр, мысалға бір министрлер, әкімдер, мына әкім өте нашар тұрады екен деген сөз естігенсіздер ме?
өмірі естімеген или бір министр өте нашар тұрады екен, жағдайы қиын екен, айлығына ғана күн көріп жүр екен деген сөз естігенсіздер ме? Естімегенсіз, біздің Қазақстанда ондай болмаған ғой. Олар мысалға айлықтар жоқ, мысалы айлықтары, әкімдердің айлықтары миллионнан асады ғой, тек көп болса. Миллионнан асады, бірақ үйлерін көрсең, мысалға менің айлығым даже 2 миллион болса да бар, мен андай үйді бар ғой, қанша жылда соғып бітетінін білмеймін. Қаяқтан алып отыр ол ақшаның бәрін? Взятка алып отыр, осында олимпиадтар келіп ауыздарына ақша тығатын шығар, сөйлей бермеңдер деп. Ой, бізде өте көп, өте көп. Онлайн казино дегендер баяғыда жоқ. Онлайн казинолар көбейіп кетті. В общем, қиын өте. Так что әйелдер кінәлі емес, Құндыз ханым, сіз өйтіп ойлай бермеңіз. Болды онда, олимпиадты құртайық. Ух десеңізші. Жоқ, негізі ақылдан оның элементарный, мен өзімнің таныстарымның арасында тоже осындай кішігірім нелер болып жатыр да. Бірақ олар ата енесімен бірге тұрып отыр. И бағана енесінің кішігірім айтқан сөздерін көтере алмайды, нелер көтере алмайды. Сөйтіп енді қазір ажырасып жатыр. Енді қарасаң, жас 19-20 жастағылар мысалы ерте үйленіп алған, енді осындай нәрселерге ерте үйленгеннің кесірі ма, или ол екеуінің ақымақтығының кесірі ме, или ата-ана ма? Әртүрлі болады, енді әртүрлі жағдайлар ғой, мысалға қыздың анасы бұндай уақыттарда құртады деп, ол да бар да, ол жерде. Қыздың анасы, мысалға, көбінесе мынандай болады, мысалға, қыздың анасы да ажырасып кеткен болса, қыздың әкесі жоқ болатын болса, тек қана анасы ғана болатын болса, көбінесе сондай семьялар көбінесе ажырасып кетеді, менің ойымша. Мысалға, қызы, мысалға, шешесімен қызы көп сөйлесе береді да, сөйлесе береді, сөйтеді да, қыз енді көбінесе айтады ғой, үйінде атасының бір қылықтары ұнамай қалуы мүмкін, енесінің көп қылықтары ұнамай қалуы мүмкін, сөйтеді да, барады да, кіммен бөліседі ол? Күйеуіне айтып, күйеуіне айтайымсы, оның әке-шешесі. Кімге айтады? Мамасына айтады. Сөйтіп, мамасы айтады, мамасы, осы жерде мамасының ақылдылығына байланысты ғой. Егер мамасы дұрыс ақыл беретін болса, қызға, ол қыз ажыраспайды. Ал дұрыс емес ақылдар беріп отыратын болса, қызда уже жинала береді ішінде, әртүрлі нәрселер. Сөйтіп бір күн жарылады, сонымен ажырасып кетеді. Күйеуіне айтады, күйеуімен қырылып қалуы мүмкін, либо енесімен қырылып қалуы мүмкін. Екеуі бір-бірімен қырылса болды ғой, ажырасу обеспечен ғой. Болды, келсем сөзіңізге. Онда история бар да? Көп бұнда история бар. Көп болса. Қыздың да, баланың да тектілігіне байланысты ғой. Қандай тәрбие көрген, мысалы, семьяда матриархат па әлде, патриархат па деген сияқты, әкенің рөлі ойнай ма? Әкенің рөлі ойнаған отбасыдан текті ұл қыздар шығады, на самом деле. Мен осылай есептеймін да. Уже шеше басқарса, үйді шеше басқаратын болса, әйел адам басқаратын болса, береке болмайды по-любому. По-любому болмайды да, оның ертең қызы барған жерден ажырасып кетеді, немесе бір сұрқия болып отырады. Жоқ, оған да байланысты емес, меніңше көбінесе сондай болады. Жоқ, көбінесе сондай ғой. Еркектің сөзі болу керек те үйде, бәрі пышақ өткір болып тұру керек те үйде. Жоқ, пышақ өткір болғанда еркек егер жоқ, адамдар мынандай болып бөлінеді ғой, негізі басқара алатын адамдар болып бөлінеді. И басқаратын адамдар болып бөлінеді, одан кейін бағынатын адамдар болып бөлінеді. Ол әйел мен еркекке байланысты емес. Әйелдердің ішінде де сондай басқара алатын адамдар, әйелдер бар, бағынатын әйелдер бар. Одан кейін нелердің ішінде де бар, еркектердің ішінде де. Еркектердің ішінде басқара алатын, бағынатындар болады. Мысалға, еркектің ішінде ол еркек бағынатын еркек болатын болса, ол по-любому, егер оның әйелі бағындыратын әйелі болатын болса, ол семьяда әйелі басқарады. Оны ешкім ешнәрсе істей алмайды ол жерде. Ол еркек қанша басқарам десе де басқарамайды оны. Өйткені ақыл жетпейді оған. Соған тура келіп тұр ғой енді. Бірақ көбінесе сондай жағдай болады деп жатырмын, бәрібір шеше рөл ойнаған үйден
азап қиындау болады, проблема көп болады да ондайда. Қызы барған жерінде өз шешесі сияқты өткізгісі келеді. Мысалы, әке басқарып отырған семьяға барып қалса, қиын болады да соны. Ұрыс керіс деген сияқты. Ажырасу содан шығады. Енді почти бір сағаттай болып қалды. Бақытты отбасы болу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Бақытты отбасы болу үшін әйтеуір мен өзімді алайыншы. Мысалға мен үйге барған кезде, мысалға үйге бірінші кірем ғой үйге. Үйге кірдім, сразу күліп кіруге тырысамын. Мысалға үйге кірем, күлемін, қалайсыңдар, анау мынау, короче. Мысалға мен үйге кірген кезде күліп кіруге тырысамын постоянно. И күліп, даже настроение жоқ болса да, үйдегілерге білдіртпеуге тырысамын, потому что үйдегілердің ешқандай кінәсі жоқ қой. Мысалы мен жұмыста біреулермен бастықтармен ұрысып қалдым ба, или коллегалармен ұрысып қалдым ба, біреумен келіспей қалдым, или жұмысым жөнді жүрмей қалды, соған настроением жоқ болса, мен үйдегілердің кінәсі жоқ. Мен үйдегілер бар, үйдегілерге шығармауым керек та оны. Менің ойымша, бақытты болудың себебі сенің личный проблемаңды семьяңа шығармау ғой, менің ойымша. Егер личный проблемаңды семьяға шығаратын болсаң, не болады? Сен біріншіден үйге келесің да, бәрінің настроениесін құртасың, бәрінің настроениесін құрған екен, обязательно ұрыс шығып кетуі мүмкін да сол жерде. Менің ойымша, бақытты болудың бір ұшы осыда деп ойлаймын. Бірақ енді бір жағынан біреулер айтады, егер сен өміріңді ұзақ қылғың келсе, проблемаңды бөліп тастауға тырыс дейді. Ішіңнен тынбайсың да? Біреулермен бөліссең, уже ішіңдегі нервтерің бәрі жеңілденіп қалады кәдімгідей. В общем, короче, либо ұзақ өмір сүресің бақытсыз, либо қысқа өмір сүресің бақытты. Менің ойымша. Қалай ойлаймын? Отбасы болғанда еркектің де, әйелінің де керек кезде құлағы керең, керек кезде көзі соқыр, мылқау бола білу керек қой. Керек кезде орынды пайдалану керек соны. И все. Омар Хайямның принципімен жасау керек қой. Жоқ, негіз айтып жатырмын да. Бақытты әркім өзі создавать етеді, бақытты әркім өзі әрқалай көреді. Әркімнің өзінің таңдауы, шешімі бар. Ешкімді нақты мынандай себеппен немесе мынау кінәлі деп көрсетуге біздің ақымыз жоқ. Әркім өзі таңдайды өз жолын. Бізде әртүрлі біз үш түрлі адам болғаннан кейін үш түрлі тағдыр бар, дұрыс па? Біреуміз ажырасқан, екеуміз ұзақ уақыттан бері отбасылы деген сияқтышы. Мысалы, мен ажырасып кеттім. Айтайын да, енді осы жерде айтайын. Мен өткен өміріме ешқандай жалоба айтпаймын, ризамын. Өйткені біз екі жақтан мирна келісіп ажырастық та. Ондай артық ештеңе болған жоқ. Ол да бақытты болсын, мен де бақытты болайын. Өйткені біз бір-біріміздің адамымыз болмадық та, бірге тұратындай. Қазір өзінің адамын тауып бақытты болып деген үміттемін. Қанша жыл болды, білмеймін да ғой негізі. Бастысы өткен өміріме рахмет айтам, бақытты болсын, ешкімді айыптамаймын. Әркім өзі таңдайды өзінің өмірін. Өзі соны таңдады ма, сондай бір проблема болып жатыр ма, өзі кінәлі. Болды, все, артық нәрсе жоқ. Ата-ененің де тілін табуға болады, байдың да, стерва қатының да тілін табуға болады. И одан кейін менің ойымша бір себептердің бірі, мысалға күйеуі әйел жаңа қыз бен жігіт үйленгеннен кейін жаңа күйеуі егер жақсы ақша табатын болса, әйел үйде отырысып қояды болды. Үйде отыр, шықпайсың. Короче, үйде тамағын дайындап, бала-шаға қарап отыр дейді болды. Ол әйел күніге аздан кешесін үйден шықпайтын болса, ол бір күні жарылады ғой. Ол наоборот керісінше әйелді жұмысқа кіргізу керек, жұмыс істеу керек ол үшін. Бір жаққа шығады, күнде бір жаққа шығып келеді де, көңілі бөлініп жүреді.
Ал күніге сен бір үйде отырсаң, сол үйдегі болмайтын андай проблемаларды ол әйел үлкен проблемаға айналдырады, потому что одан басқа проблема жоқ қой ода. Сол проблемадан басқа проблема жоқ болғаннан кейін, ол проблема оған уже ауқымды проблема болып көрінеді да. Сөйтіп содан соның кесірінен уже ұрыс басталады. Ал егер әйел күніге жұмыс істейтін болса, жұмысқа барып келіп жүретін болса, сол жақта көңілі бөлінеді. Ол жұмысындағы проблема басқа проблема болады ғой. Үйдегі проблеманың ауқымды проблема мынандай проблема болып қалады, кішкентай проблема болып қалады да, жұмысындағы проблемамен салыстырғанда. Сол проблеманың өзінде андай салыстырмалы түрде андай сөз байлығымыз жетпейді ғой меніңше осы. Дұрыс айтайын десең. Мен ойымша сол үйде отырмау керек қой әйел адамы да. Егер жұмыс істей алатын болса, оқыған болса, қолынан бір нәрсе келетін болса, жұмыс істеу керек ол обязательно. Үйден шығып отыру керек та, көңілі басқа нәрсеге бөліну керек. Сонда үйдегі проблемаларды азайтады да ол. Иә, дұрыс. Деп ойлаймын. Рахмет. Бөліскендеріңізге. Енді құрметті көрермендер, осыны көріп отырған жағдайда өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, комментарияға жазып. Барлықтарыңызға бақыт тілейміз. Құдай қаласа, үйленіп жатқандар болса, бақытты өмір кешіңіздер. Үйленіп жатқандар болса, бақытқа асығыңыздар, үйленіңіздер. Үйленгеннің бақыттың бірі ол бала шаға. Дұрыс па, Азамат аға? Басты бақыт. Басты бақыттың бірі бала шаға. Сау болыңыздар.